Сәлем достар. Бүгін дегенмен інімен осындай Брюхавен ойнайтын боламыз. Біз деген машина алып үйімізге кететін боламыз. Бұл жерде жақсы машиналардың бірін аламыз. Осы машинаны шығарып болғасын, машинаны скоростқа да қоюға болады бұлай. Бұны басасыздар да 5-5-ті басып, сосын 55 деген санмен жүруге болады. Бұл жылдам жүруі. Бұлмен астын көтеруге де болады машина. Шинасын ауыстыруға да болады, осындай дөңгелектерін. Осындай дискі қойып аламыз да, содан соң үй жасауға кетеміз. Менің қасымда отырған інім, бұл інім сәлем деп қой. Сәлем. Ініммен енді деген үй салып, бір-бірімізбен інім екеуміз көрші болатын боламыз. Мен деген қазір, інім деген қазір кетіп қалды ар жаққа қарай. Мен деген қазір інімнің деген үйіндегі заттарын тонайтын боламын. Сосын мен деген бірінші үйімді кілтеп қояйын. Кілтеніп тұрмын. Үйім ашық. Енді есігімізді кілтейтін боламыз. Ешкім кіре алмайтындай кілтеп қойдық. Мен қазір құттай бала болып, інімнің деген несін ұрлап кететін боламын. Үйіндегі банкын ұрлап кететін боламын. Қазір мен далаға шығайын деп жатырмын. Інімнің үйіне барып ұрлайтын боламыз. Үйін тонап кететін боламыз. Есікті жауып қоямыз. Менің інім деген қаяқта екен? Менің інім басқа жаққа үй салыпты. Менің інім деген ол үйі мынау болатын болады. Інім ән жерде тұр, мен қазір білдіртпей артынан барып бір жаққа кіріп, сол үйін тонайтын болады. Бірінші біз деген осы скинімізді ауыстырып алатын боламыз. Қазір күте тұрыңыздар, мен ауыстырып аламын. Достар, біз деген скинімді ауыстырып осындай қолымызға қапшық ұстап алдық. Бұл қапшықты мына сумканы басып, осының ішінен қалаған затыңызды алуға болады. Мен інімнің үйіне жайлап кетіп бара жатырмын. Інім деген не істеп жатыр екен, үйінен көретін боламыз. Үйінде інім жүр екен мына жерде. Біз оғанша ар жаққа барып, наяқта жатыр екен. Біз деген ар жаққа барып үйін тонайтын боламыз. Үйін тонағанда інім деген көріп қоймау керек. Бүйтіп есікке істеу керек. Осылай. Інім ар жақта жатыр. Інімнің есігі ашық екен. Үйінде оның банкі қайда? Мен інімнің банкын іздеп жүрмін. Інім деген ән жерде жүр екен. Мен деген ойлап тұрмын, мені көріп қояды деп. Мені інім деген көрмеді. Інім көрмей кетіп қалды мені. Інімнің қызы бар ма бірден? Інімнің қызы бар сияқты, наяқты екеу бірге жүр. Қызын көтеріп алып кетті. Мен оғанша сейфті іздейтін боламын. Бізде сейф деген осы жақта болу керек болатын.
Бұл үйде сейф жоқ па не сонда? Інім деген сейф жоқ үй салған ба? Сейф жоқ екен, достар. Інімнің үйінде телевизор бар екен. Біз деген інімнің үйін өртеп кетеміз бе? Достар, комментке жазып кетіңіздер. Келесі видеоны, осы видео аяқталғанда, осы видеоны жалғастырып ойнайтын боламын. Мына жақта менің інім деген кит бара жатыр. Бұның үйінде сейф жоқ екен, сондықтан мен кит бара жатырмын. Мен деген көлігім деген басқа жаққа жоқ болып кетті. Мен үйіме кірейін деп жатырмын. Басқа біреудің үйін тонайтын боламыз. Бірінші біз деген өзімізге самокат алып аламыз да, басқа біреулердің үйіне барамыз. Мынау біреудің үйі, осы үйге барып, осы үйді тонап кету керек бізге. Егер тоналса, осы үйді тонап кететін боламыз. Мен деген бұл тастаймда, бұл ан жерде бір адам қарап тұр. Оған мына жерге барамыз да. Анау бір-бірін арқалап жүр. Жота. Бұл үйде де жоқ сияқты ғой. Бұл үйде де сейф жоқ сияқты. Мен сондықтан шығып кете қоямын. Бұл үй мені өлтіріп тастады. Сондықтан бұл үйге келмейтін боламын. Мен деген басқа жаққа барып, осындай жұмыс бар екен. Осы жақта пожарныйдың да жұмысы бар. Ол пожарныйда ар жақта бірден өртенгенде өшіруге болады. Оны алып тастаған екен. Егер мен деген інім деген, ол қазір басқа аяқта жүр. Мен деген аяқта бір жұмыс орнына кіріп жүрмін. Бұл жақта кино түсіре ма, білмеймін. Мен деген енді үйге кет бара жатырмын. Қазір деген қараңғы түсуде мүмкін. Мен деген көп нәрсе істей аламын. Біреудің үйін тонап кетуге болады. Тағы да бірде басқа да заттарды істеуге болады. Біреудің үйіне баратын боламыз енді. Ендіки мына үйлерге кіретін боламыз. Үйді тонап кету керек. Бұл үйді самокат жібереміз, бүйтіп тонайтын боламыз. Үйге кірдік. Аяқтан аламыз да, соңғыден бомба тауып алуымыз керек. Бомбамен сейфті ұрлайтын боламыз. Біреудің үйін. Сейфі қайда екен бұның? Достар, егер де бұл үйдің сейфін білетін болсаңыздар, комментарияға жазып кетіңіздер. Аяқта бункер бар екен бұл үйде. Бункерде бірақ аса дым жоқ екен. Сондықтан басқа жақта іздейтін боламыз, сейф қайда екен. Бұл адамның үйінде сейф бар ма екен? Егер де осы үйде жасаған болсаңыз, сейфті қайда екенін айта жөнелтіңіздер.
бұл жақта сейф жоқ екен. Бұл жақта бана қыз мені қарап жүр. Ана қыз мені көріп қойды екен. Мені көрмесе екен. Мен үйден достар, мен сейфті тапқан сияқтымын. Енді жаратын боламыз. Жардық достар. Енді ақшаны алып қашамыз достар. Мен қашып бара жатырмын достар. Мен деген енді қараңғы түсіп кетті екен. Бұл үйден тонап кеттім мен. Ендіге қашатын боламыз. Бұл адам да мені өлтіріп жіберді. Келесі бөлімді келесі бөлімде қарайтын боласыздар бұның жалғасын. Достар, алдыңғы бөлімде бізді деген үй тонап отқан жерімізден өлтіріп жіберген болатын. Енді деген біз осындай жерге барып отырамыз да бұл жерде ойын ойнауға болады. Мінекей, оны айдайсыз, былай айдайсыз, содан арқылы ойнауға болады. Мына тағы да баскетбол бар. Баскетболды да ойнауға болады. Допты аласыз да былай басып лақтыруға болады. Мен гол салған болатым. Енді мен деген кетіп бара жатырмын. Мен деген фермамен үй салатын болам. Қазір банағы үйімді деген сатып жібердім басқа бір адамға. Енді өзіме қайттан фермадан үй салатын болам. Мен деген жылқы асырағым келеді. Сондықтан жылқыларды жақсы көргесін. Мен деген мына жерден бір жылқыны алатын боламыз. Надан бұл жақтан шығып кетіп жылқыны алу үшін оданша нан басасыз да жылқыңыз шығады. Соғысымен баратын боламын енді үйге. Мына жақтан бір үй алу керек. Мына жақта жылқым секіріп жатыр. Жылқымны түсе тұрамда. Мына жақтан бір фермалы үй сатып алатын боламын. Мына жақтан міне ферма үй. Осы үйге жылқымызды кіргізетін боламыз. Мінекей жылқымызды енді мынаны ашып кіргізетін боламыз жылқымызды есікке. Жылқымды мына жаққа қоямыз. Мына жаққа былай қайтадан дұрыстап қою керек бізге жылқыны. Жылқыны осы жерге қоямыз да түсеміз де есігін жауып кететін боламыз. Мына жақта тағы да бір жылқыларды салуға болатын. Қазір деген мен деген осы жаққа салатын боламын бір жылқыны. Бұл жақта да тағы да осыны басып өзімізге осында сөмкеде жылқы болса осыдан алып салатын боламыз. Бұны алып мұның ішінен қалаған затыңызды алуға болады. Бұндай ішінен міне бұны басамыз. Енді жылқымыз бұның ішіне жылқы салып қоятын боламыз. Мына жылқы салып қойдық. Мына жаққа тағы да бір жылқы салатын боламыз. Мына жаққа тағы да бір. Мына жаққа тағы да біреу салатын боламыз. Мына жаққа тағы да бір жылқы. Мына жаққа
қоңыр жылқы құлынымызды салатын боламыз. Егер де осы есікті жауып кетеміз. Егер де сіздер осы видеома лайк басып, комментария жазып, прочего жазып кетсеңіздер, лайк басып, подписаться еттіңіздер. Менің деген осы Roblox'тағы атымды жазып алыңдар. Менікі Амон, қазір көрсететін боламын. Амон 2015-06 деген жазып, осы аккаунтқа друзья жіберіңіздер. Мына жақта мен деген үйімді кілтеп бір жылқы шығаратын боламын қазір. Мен деген ферма машинаны аламын да. Бұл жақта ферма неше түрлі машиналар бар. Үлкенде жеңіл машинада, жеңіл машинада, үлкен машинада болады. Бұл жақта велосипед, жылқылар, неше түрлі құттай машиналар да болады. Біз наяқтан енді деген ферма бұл. Осы машинаны алатын боламыз. Мына жаққа шығаратын боламыз. Мына жақта енді банағы машинамызды қайттан шығарып көреміз. Бұл жақта шықпай жатыр. Мінекей, бұл машинам шықты. Ендігі біз деген ферма машинамен осы үйімні жылқыларға жем алып келетін боламын. Мен жем, жылқыларға жем, тағы да неше түрлі көкөністерді қазір әкелетін боламын. Бұл жақта сатып аламыз. Егер видео ұнаса, лайк басып, прочее жасап, подписаться етіңіздер. Келесі бөлімін көретін боласыздар. Достар, біз деген енді деген екінші бөлімін, үшінші бөлімін түсіріп жатқан боламын. Енді ке бұл машинада тоже тағы да 5 деп скоростқа салуатын. Қазір біз деген үйімізге барып, осы қораптың ішіндегі жемістерін соны беретін боламыз. Негізі қорабын үйге кіргізу керек. Қазір мен қорапты кіргізу алайын. Ол қорапты аламыз. Стау алып келеміз де қораптарымызды мына жерге қоятын боламыз. Қорабымыздың бәрін осы жерге әкеліп қойған боламыз. Енді деген біз үйге кіретін боламыз. Үйімізді ашып, енді кіріп, үйге кішкене жатып аламыз. Достар, мен деген енді жатып, мен демалып алатын боламын. Мен ұйықтап алам. Түскеннен кейін тұрамын. Мен ұйықтап алатын болам. Уже күн шыққан ба, мен деген далаға шығуымыз керек енді.
біз деген енді мен деген мына жақта кукуруз еккен болатынмын. Осы кукуруздар өскен. Достар, міне менің жылқыларым. Бұл жылқыларында менде неше жылқы барын көрсетемін. Бір жылқы, 2 жылқы, 3 жылқы, 4, 5, 6 жылқым бар болатын. Біз енді наяққа кешегі жемдерін әкеліп қойған болатынбыз. Енді есікті жауып, ендіге ар жаққа інімнің үйіне демалуға кететін боламыз. Менде інімде фермасы бар. Бұның да жылқылары болған. Оның жылқыларын бірақ деген ол далаға шығарып жіберді. Біз деген інімнің үйіне кіретін боламыз. Інім үйі ашық. Біз деген інімнің үйін тонап кетейік. Банкі болса, інімнің үйін тонап кететін боламыз. Інім білмейді бұл тонайтынды. Үйінде бұның банкі жоқ сияқты. Онда біз деген қорапшы сумкіден біз деген неше түрлі бомбалар алып үйіне жарып кететін боламыз. Бұл менің інім емес, інімнің қасындағы досы. Ол досы айтпайтын болар бұл досы. Бұл жерлерге бомба қоятын боламыз. Бомба қоямыз. Тастаймыз енді. Жарылыс болады. Мен інімнің үйін өртеймін. Мынаны жағып өртеп кететін болам. Інім үйінде жағылмай тұр. Бұл жерге бомба тастап жана екен көретін боламыз. Жанбайды екен. Мына оттар да жанбайды екен. Інім деген отын деген өшіп жатқан сияқты. Бұл жақта су ағады інімнің үйіне. Шелекті алып жылқыларға береді інім. Мен енді өз үйіме барып, жылқыларымды қарап қайтатын боламын. Кеше негізі мен жылқыларын 7 жылқыма болып еді. Біреу тонап кеткен сияқты мен жылқыларымды. Шелекті алып, енді жылқыларға су беретін боламыз. Мен жылқыларымды жуындырып жіберетін боламын. Жылқылардың ішіне су шашып жуындырып жатырмын мен. Бұлай да артымен шашатын боламыз. Енді мен деген бұны жылқыларым деген суды таңертең ішіп алған болатын. Сондықтан оларға су бермейді, су ішкісі келмейтін сияқты. Егер де бұл видео ұнаса, лайк басып, комментария жазып, подписаться етіңіздер. Сіздермен бірге болған Among KZ.